Сәлеметсіздер ме? Бізде 4-ші сынып математика 127-ші сабақ. Өзіңді тексер. Бірінші есеп, шеңбер дөңгелек радиус диаметр дегеннің не екенін білемін. Шеңберсіз, оның диаметрі мен радиусын көрсет. Олардың ұзындығын жаз. Яғни, АВ диаметрі 6 см, осы радиус 3 см. Яғни, диаметр сызып біз өлшеп жазамыз. Екінші есеп, берілген радиус бойынша шеңбер сыза аламын. Радиусы 2 см болатын шеңбер сызамыз. Яғни радиус 2 см-ға тең, сонда бізде диаметрі 4 см болады. Үшінші есеп, талдау жасай аламын. Егер үлкен шеңбердің радиусы 16 см болса, кішкентай шеңберлердің радиусы қандай? Бізде 16 см бөлу 4 см-ге, 4 см бөлу 2 см кішкентай шеңберлердің радиусы екен. Төртінші есеп, сызба сыза аламын. Ұзындығы 8 см болатын ОМ кесіндісін сыз. Оны теңдей 2 бөлікке бөл. Әр нүктеден диаметрі осы бөліктердің әрқайсының ұзындығына тең шеңберлер сыз. Яғни ОМ 8 см, бізде 3 шеңбер шығады екен. Бесінші есеп, диаметр мен радиустың дұрыс белгіленгендігін анықтай аламын. Қатесін түзе. ОА радиусы, ВН диаметрі. Бізде бұл жерде қате радиус бізде дұрыс, ОА, ал бізде диаметрі КФ болып тұр.